Түлкі мен тырна. Түлкі мен тырна дос болыпты. Бірде түлкі: «Маған қонаққа кел, қымбаттым. Мен дәмді тамақ пісіріп қоямын» деп тырнаны үйіне шақырыпты. Тырна түлкіге қонаққа келеді. Түлкі ботқа пісіріп, жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. «Тамақ ал, өзім пісіріп едім» дейді. Тырна жайпақ табақты тұмсығымен шоқып, ештеңе өндіре алмайды. Ал түлкі болса, ботқаны тілімен жалап, өзі-ақ тауысады. Бәрін жеп болған түлкі: «Айып етпе, үйімде бұдан өзге тамақ жоқ» дейді. Тырна: «Осыған да рахмет, енді сен маған қонаққа кел» дейді. Келесі күні түлкі тырнаның үйіне келеді. Тырна болса, салқын көже дайындап, оны мойны тар құмыраға құйып дастарханға қояды. Түлкі келгенде тырна: «Же, қымбаттым, қысылма» дейді. Түлкі құмыраны ары айналып, бері айналып, ішіндегісін жей алмайды. Құмыраға басы сыймайды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Сөйтіп бәрін жеп алады да түлкіге қарап: «Ренжіме, қымбаттым, бұдан өзге тамағым жоқ» дейді. Бір аптаға тойып қайтқысы келген түлкі ренжіп, үйіне аш қайтыпты. «Не ексең, соны орасың» деген осы.